Ауызашар бергенде нені ескеру керек? КМДБ мәлімдеме жасады. Өкінішке қарай, кейінгі кездері еліміздегі бірқатар мейрамхана, кафелер мен дәмханалардың иелері ауызашар мәзірінің бағасын өте жоғары ұсынып, халық арасында түсінбеушілік туындауына себепші болып отыр. Асыл дініміз ауызашар дастарханында аста төк ысырапқа жол беруді, дастархан жасауда бәсекелесуді құптамайды. Ондай әрекет сауапқа емес, күнәға жетелейді. Ауызашар дастарханы қарапайымдылыққа негізделуге тиіс деп жазылған хабарламада. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мейрамхана, кафе, тамақтану орындарының иелерін халыққа қолжетімді, қарапайым ауызашар мәзірін ұсынуға шақырды. Қасиетті Рамазан, мұсылман баласын рухани тәрбиелеп, қарапайымдылық пен кішіпейілдікке баулып, дәулетті мен мұқтаждың арасын жақындастыра түсетін ай. Бұл айда жасалатын әрбір жақсылықтың сауабы еселенеді. Сондай-ақ мұқтажға қол ұшын беру үлкен сауапты іс. Сол сауапты істің бірі аузы берік жанға ауызашар беру. Өкінішке қарай, соңғы кездері еліміздегі бірқатар мейрамхана, кафелер мен дәмханалардың иелері ауызашар мәзірінің бағасын өте жоғары ұсынып, халық арасында түсінбеушіліктің туындауына себепші болуда. Асыл дініміз ауызашар дастарханында аста төк ысырапқа жол беруге, дастархан жасауда бәсекелесуді құптамайды. Ондай әрекет сауапқа емес, күнәға жетелейді. Ауызашар дастарханы қарапайымдылыққа негізделуі тиіс. Қасиетті Құранда ішіңдер, жеңдер, алайда ысырапқа жол бермеңдер. Өйткені Алла ысырап етушілерді жақсы көрмейді делінген. Ағраф сүресі 31 аят. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мейрамхана, кафелер мен тамақтану орындарының иелеріне халыққа қолжетімді қарапайым ауызашар мәзірін ұсынуға шақырады. Алла тағала халқымызға екі дүние бақытын нәсіп етіп, қасиетті Рамазан айында жасаған ізгі амалдарымызға мол сауаптан жазғай. Әумин. Сіз менің каналыма жазылсаңыз өкінбейсіз, тіркеліп қоңырау белгісін басып қойыңыз. Сізді қызықтырып жүрген сұрақтар болса, комментарияға жазып кетіңіз. Мен сізге міндетті түрде жауап беретін боламын.